Сәлеметсіңдер ме? Бүгінгі видеода коваленттік байланыстың түзілу механизмін танысамыз. Ковалентті байланысты сипаттау үшін валенттік байланыс әдісі қолданылады. Өткен видеода біздер химиялық байланыстың түрлерімен таныстық. Ол коваленттік байланыс, иондық байланыс және металдық байланыс. Жоғарыда шыққан сілтемеге басып, сол видеода қайталап көруге болады. Бүгін біздер коваленттік байланыстың сутек молекуласының түзілуі мысалында қарастырамыз. Ең бірінші, молекула түзетін элементтің периодтық жүйедегі орнын тауып, реттік номері бойынша ядро зарядын анықтап, таңбасын жазамыз. Епак ұсынған периодтық жүйеде сутек таңбасын таптық. Сутек бірінші периодта бірінші топта орналасады екен. Оның реттік номері 1-ге тең. Сондықтан протон саны 1 болады, электрон саны да 1. Ядро заряды +1. Сутек молекуласында екі сутектің атомдары болғандықтан, біз сол екі сутектің атомдарының таңбаларын келтірдік, ядро зарядтардың бейнеледік. Енді әр сутектің бір валенттік электроны бар екен. Сол валенттік электронның электронды конфигурациясы келтірілген 1s1. Әр валенттік электрон 1s атомдық орбитальда орналасқан екен. Графикалық электрондық формуласында біздер көріп тұрмыз, кванттық гашықтарда бағыттары әртүрлі екі бағдарша көрсетіліп тұр екен. Біріншіден, бір ғана бағдарша, бұл нені сипаттайды екен? Бір электрон бар екенін. Осы электрон жұптаспаған немесе сыңар электрондар деп атайды. Олардың бағыттары әртүрлі. Сондықтан осындай электрондарды спиндері антипараллель электрондар деп атайды. Келесі сатыда біз сутектің Льюис таңбаларын келтірдік және мұнда нүктемен жұптаспаған электрондары көрсетіліп тұр екен. Енді осы екі жұптаспаған электрондардың жұптасуын көрсетеміз. Нәтижесінде қарама-қарсы спиндері бар екі жұптаспаған S электрондар қосылып, жаңа молекулалық орбиталь түзіледі. Оны мына сызба нұсқадан көруге болады. Коваленттік байланыс валенттік сызықшамен өрнектеуге болады. Екі сутек атомдарын қосатын бір сызықша атомдық орбитальдар бұлттарының нәтижесінде пайда болғанын сипаттайды. Енді мына суреттен ковалентті байланысты сипаттайық. 10 зарядталған ядролар бір сутек атомының 10 зарядталған ядросы екінші сутек атомының электронын өзіне қарай тартады. Сол сияқты екінші сутек атомының 10 зарядталған ядросы мен бірінші сутек атомының валенттік теріс зарядталған электрон арасында да тартылу күш пайда болады. Осының нәтижесінде екі валенттік S электрон бұлттарының қаптасуы нәтижесінде екі ядроны қосатын кеңістікте электрон тығыздығы ұлғаяды. Екі сутек атомдардың арасында ковалентті байланыс түзіледі. Сонымен осы сызықша екі сутек атомдардың арасында жұптаспаған электрондардың жұптасуы нәтижесінде екі электроннан тұратын ортақ электрон жұптың түзілуі көрсетіледі. Сутек атомдардың арасында бір ковалентті байланыс түзіледі. Сутек молекуласын шар өзекті модельмен де көрсетуге болады. Сутек атомдарын біздер шар түрінде көрсетсек, осы екі шарды бір таяқша байланыстырып тұр. Келесі слайдта біздер сутек молекуласының S атомдық электрондардың бұлттардың біріккесуі нәтижесінде түзілуін көрсетеміз. Бірінші біз сутек атомдардың өзара әрекеттесу теңдеуін құрастырдық. Нәтижесінде сутек молекуласы пайда болды. Осы процесс сутек молекуласының түзілу энтальпиясымен сипатталады. Ол -436 килоджоуль мольға тең болады. Немесе бұл сан реакция экзотермиялық екенін және сутек молекуласының түзілу кезінде жылу ортаға бөлінеді екенін және энергетикалық жағынан бұл процесс ұтымды процесс екенін сипаттайды. Келесі біздер әр сутек электрондық орбитальдардың суреттерін көрсетіп тұрмыз. Ол орбиталь шар тәрізді және оның формуласы 1s. Осы орбитальдардың біріккесуі нәтижесінде екі
ядроны аралығында молекулалық орбиталь пайда болады, немесе осы кеңістікте электрон тығыздығы өте жоғары болады. Атомдардың орбитальдардың біркесуін атом радиустарымен түзілген молекуланың байланыс ұзындығын салыстыру арқылы дәлелдей аламыз. Арсутек атомның радиусы 53 пикометр. Орбитальдардың қаптасу нәтижесінде байланыс ұзындығы 2 есе, яғни 106 пикометр емес, 74 пикометрге тең болды. Спектроскопия әдісі арқылы сутек молекуласындағы байланыс ұзындығы есептелді. Сутек атомдарының 1s орбитальдарының біркесуі мына сызбада көрсетілген. Ковалентті байланыс электрондық орбитальдардың біркесу тәсілі бойынша да ерекшеленеді. Мысалы, сутек молекуласының электрондық бұлты атомдардың ядроларын қосатын түсуде жатыр. Бұндай байланыс ядро аралық түзуде жататтан берік болады. Осындай байланыстарды біз сигма байланыс деп атаймыз. Кванттық механика ілімі тұрғысынан сутек молекуласының молекулалық орбитальдің түзілуі көрсетілген. Қазіргі кезде кванттық механикалық есептеу арқылы кез келген молекуланың молекулалық орбитальдардың бейнесін, салыстырмалы потенциалдық энергияларын анықтауға болады. Түзілген молекулалық орбитальдің аталуы ковалентті байланыстың аталуына сәйкес келеді. Яғни, түзілген сутек молекуласының молекулалық орбиталі сигма молекулалық орбиталь деп аталады, және оны түзуге қатысқан атомдық орбиталь индекс түрінде көрсетіледі. Болашақта біз молекулалық орбитальдардың түрлерімен және түзілу механизмімен танысамыз. Яғни, сутек молекуласында бір коваленттік байланыс сигма байланыс болып келеді. Ал енді оттек молекуласындағы коваленттік байланыстың түзілу механизмімен танысайық. Оттек молекуласы екі оттек атомдарынан тұрады. Оттек атомның периодтық жүйедегі орнын сипаттайық. Оттек элементі екінші периодтың 16-шы топта орналасады және периодтық жүйенің қысқа түрінде 6 атомшада орналасады. Оның реттік номері 8, сондықтан ядро заряды 8, оның 8 электроны бар екен. Мына келтірілген таңбаларда сендер көріп тұрсыңдар, оттек атомның таңбалары және ядро заряды. Ядро заряды протон санына тең болады. Жалпы электрон саны 8. Енді оттектің электронды конфигурациясы 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 және 2pz1. Бұл екі атом болғандықтан олардың электронды конфигурациясы бірдей. Енді яшықта орналасқанын қарастырайық. Бұл жұптасқан электрондар, олар екі сызықшамен көрсетілген. Және жұптаспаған. Назар аударайық, жұптаспаған электрондардың спиндері антипараллель. Енді валенттік байланыс жүрген кезде сол байланыста тек қана валенттік электрондар қатысады. Валенттік электрондар біздер білеміз, олар сыртқы энергетикалық қабатта орналасады. Оттек атомның валенттік электронның конфигурациясы 2s2, 2px2, 2py1 және 2pz1. Енді оттек атомдарының люс таңбаларын келтірейік. Люс таңбаларында сендер көріп тұрсыңдар, валенттік электрондардың жұптасқанын міне 2s2, 2x2, 2s2, 2px2 және сыңар электрондар, немесе бұлар жұптаспаған электрондар. Енді атомдар жақындасқан кезде бұл электрондар жұптаспаған, олар жұптасады. Нәтижесінде сыртқы энергетикалық қабатын 8 электронға дейін толтырады, тұрақты күйге ауысады. Осы екі атомды байланыстырып тұрған 4 валенттік электрондар. Нәтижесінде оттек атомдардың арасында түзіледі 2 ковалентті байланыс. 2 ковалентті байланыс 4 жұптаспаған электрондардың атомдарының бұлттардың біркесуінде пайда болады. Бұл оттек молекуласының электрондық формуласы, құрылымдық формуласы және шар өзекті формула. Моделінде сіздер көріп тұрсыңдар, оттек атомын біз шар тәрізді, сол екі шарды байланыстырған 2 валенттік сызықша.
Енді оттек молекуласындағы атомдық орбитальдардың бұлттарының бүркесуі нәтижесінде оттек атомдардың арасындағы түзілетін коваленттік байланыстың екінші тәсілімен танысайық. Ең бірінші сіздер көріп тұрсыңдар, біздер мына ұсынып тұрған осьте мына жұптаспаған электрондар, мысалы 2py, мында да 2py атомдық орбитальдар, ол Y ось бойынша орналасады, олар көлденең орналасады. Және валенттік жұптаспаған электрондар 2pz1 ол бір оттек атомындікі, 2pz1 екінші оттек атомында, олар Z ось бойынша орналасады, олар тік орналасады. Осы атомдық орбитальдардың бұлттары бүркескен кезде қандай байланыстар түзеді екен, соны біз қарастырайық. Мында сіздер көріп тұрсыңдар, екі оттек атомдарының 2py атомдық орбитальдардың бұлттары, олар бір-бірімен бүркеседі. Бүркескен кезде бізде сигма байланыс пайда болады. Еске түсірейік, сигма байланыс дегеніміз не? Сигма байланыс мынау молекулалық бұлттың максимал электрон тығыздығы екі ядроны қосатын сызықшада орналасады. Осындай байланысты біз сигма байланыс деп атаймыз. Ал енді біз кванттық механика ілімі тұрғысынан атомдық орбитальдарды көріп тұрмыз. Осы атомдық орбитальдар бүркескен кезде нәтижесінде сигма молекулалық орбиталь пайда болады, және мына бейнелеуде біздер көрсетіп тұрмыз, осы молекулалық орбиталь түзуге қатысатын атомдық орбиталь. Келесі валенттік электронның бұлты 2pz. 2pz электрондар жұптаспаған әр атомның, олар мына Z ось бойынша орналасады, олар тік орналасады, сондықтан олар бүркескен кезде бүркесу аймақтары екі ядроны қосатын түзуде емес, осы түзудің екі жағында орналасады. Осындай байланысты біз пи байланыс деп атаймыз. Пи байланыс осы П орбитальдардың бұлттарының бүйір жақтарымен бүркескен кезде түзіледі. Енді біз молекулалық орбитальдің түзілуін көрсетейік. Бұл атомдық орбитальдардың пішіні. Енді бізде түзіледі молекулалық орбиталь, пи молекулалық орбиталь, себебі мұнда бізде коваленттік байланыс түзуде қатысатын pz орбитальдарының бұлттары мына сызықтың екі бойында орналасқандықтан пи байланыс, сондықтан біздер молекулалық орбитальды да пи деп белгілейміз, және осы пи байланысты қатысатын pz орбитальдарды да көрсеттік. Сонымен біздер оттек молекуласы түзілген кезде бізде екі коваленттік байланыс түзіледі, біреуі сигма байланыс, а екіншісі пи байланыс. Оны біздер мына құрылымдық формулада көрсетіп тұрмыз. Келесі азот молекуласындағы ковалентті байланыстың түзілу механизмін қарастырайық. Азот молекуласы N2 азот 2 атомынан тұрады. Азот периодтық жүйенің ұзын вариантында 15-ші топта, екінші периодта орналасқан, қысқартылған вариантта периодтық жүйенің 15 атопшада орналасқан. Реттік номері 7, ядро заряды 7, протон саны 7, электрон саны 7. Мына слайдта сіздер көріп тұрсыңдар, азоттың таңбалары және ядро зарядтары. Жалпы электрондардың саны, бана біз айтқандай, 7 болады. Міне бұл электрондық конфигурациясы 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1. Тап осындай электрондық конфигурация біздер екінші атомға да жаздық. Мұнда электрондардың кванттық ұяшықтарда орналасуы сендер көріп тұрсыңдар. Валенттік электрон саны 5, оның 2-і жұптасқан, 3-і міне жұптаспаған. Мына екі атомда жұптаспаған валенттік электрондарының бағыттары бір-біріне қарама-қарсы. Коваленттік байланыстың ең негізгі қағидасы, коваленттік байланыс түзетін атомдардың спиндері антипараллель электрондардың қарама-қарсы ядроларға тартылу нәтижесінде түзіледі. Енді біз Льюис таңбаларын келтірейік. Бұл Льюис таңбаларды сіздер көріп тұрсыңдар. Бұл азоттың таңбалары көрсетілген және валенттік электрондар. 2 электрон бізде жұптасқан, 2s2, 3 жұптаспаған электрондар 2p орбитальда орналасады. Екінші атомда да солай, бұл 2s2, 2px, 2py және 2pz электрондар.
Енді осы жұптаспаған электрондардың жұптасуы нәтижесінде азот атомдарының арасында 6 электроннан тұратын 3 ковалентті полюссіз байланыс пайда болады және электрондық қабаты 8-ге дейін аяқталады. Бұл асыл газдардың конфигурациясына ие болып тұр. Бұл азот молекуласының электрондық формуласы. Құрылымдық формулада да біздер көріп тұрмыз. Азот атомдарының арасында 3 валенттік сызықшамен біздер 6 электроннан тұратын 3 жұпты бейнеледік. Егер азоттың атомдары біз шар түрінде көрсетсек, ол атомдар бір-бірімен 3 валентті сызықшамен байланысып тұр. Бұл шар өзекті модель. Енді біз азот молекуласындағы сигма және пи байланыстардың түзілуін 2p орбитальдардың бұлттарының бүркесуі нәтижесінде түзілетінін көрсетейік. Мына жерде сендер көріп тұрсыңдар, сіздерге таныс бірінші слайдтан азот атомының электрондық формулалары және кванттық ұяшықтарда орналасқан жұптасқан электрондар және жұптаспаған. Коваленттік байланыс жүрген кезде коваленттік байланыс валенттік электрондардың көмегімен түзіледі. Валенттік электрондар ол сыртқы қабаттағы орналасқан электрондар. Осы жұптаспаған электрондардың орбитальдарын біз ұсынып тұрған ось координаттар бойынша орналастырамыз. Мысалы, 2py және бір атомдікі және 2py екінші атомның орбитальдары y осі бойынша орналасады. Олар көлденең орналасады. 2pz атомдық орбитальдардың бұлттары z осінде орналасады, олар тік орналасады. 2px жұптаспаған p электрондардың орбитальдары бақылаушаға бағытталған x осінде орналасады. Енді біз осы 2p орбитальда орналасқан жұптаспаған электрондардың бұлттарының бүркесуін көрсетейік. Мынау кванттық механика ілімі бойынша 2 атомдық орбитальдар 2py және 2py екінші атомдық бұлттар бүркескен кезде ядра аралық кеңістікте осы бұлттардың бүркесуінің максимал электрон тығыздық аймақ түзейді. Сол аймақты біздер ковалентті байланыс деп атаймыз. Енді бүркесуі аймағы 2 бұлттардың 2 ядроны қосатын түзуде орналасқандықтан бұл түзілген молекулалық орбитальды біз сигма орбиталь деп атаймыз және индекс ретінде қай атомдық орбитальдардың бұлттарының бүркесуі нәтижесінде пайда болғанды көрсетіп тұрмыз. Бұл сигма байланыс, берік байланыс. Келесі мұнда көріп тұрсыңдар сызбанұсқада 2pz атомдық орбитальдардың пи молекулалық орбитальдың түзілуі. 2pz орбитальдар мынау z ось бойынша орналасады. Олар тік орналасады кеңістікте. Сондықтан бұл орбитальдар бүйір жақтарымен бүркеседі. Нәтижесінде максимал электрондық тығыздығы бар аймақ 2 ядроны қосатын түзудің үстінде және астында пайда болады. Осындай байланысты біз пи байланыс деп атаймыз. Келесі валенттік электрондар бұл 2px орбитальдардың бұлттары. Олар қаптасқан кезде олар бүйір жақтарымен бүркеседі. Нәтижесінде пи байланыс пайда болады. Мынау молекулалық орбитальдің түзілуінің сызбанұсқасы берілген. 2px орбитальдардың бұлттары бүркеседі. Нәтижесінде пи молекулалық орбиталь пайда болады. Сонымен азот молекуласында біздер көріп тұрмыз 3 ковалентті полюссіз байланыс пайда болды. Біреуі сигма байланыс, екінші 2py байланыс. Енді келесі жаттығу есепті орындайық. Берілген сызбаларда сигма және пи байланыстарды анықтаңыз. А мысалында 2 s орбитальдар 2 ядроны қосатын түзуде бүркеседі. Сондықтан бұл байланыс сигма байланыс болып саналады. Келесі мысалда, мысалында біздер 2 атомдарының валенттік px электрондардың бүркесуін көріп тұрмыз. Түзілген ковалентті байланыс осы 2 ядроны қосатын
түзуде орналасқандықтан бұл сигма байланыс болып саналады. Бұл мысалында екі атомдарының екі ядроны қосатын түзудің екі жағында орналасқандықтан осындай байланыстарды біз пи байланыс деп атаймыз. Келесі мысалда біздер екі атомдардың байланыс түзетін екі атомдардың d электрондарының орбитальдарының бүркесуін көріп тұрмыз. Бүркесуі орны ядро аралық түзуде орналасады, яғни бұл да сигма байланыс болып саналады. Келесі мысалда d орбитальдардың бүйір жақтарымен бүркесетін көріп тұрмыз. Бұл бүркесу орындары екі ядроны қосатын түзудің екі жағында орналасады, сондықтан бұл байланысты біз пи байланыс деп санаймыз. Келесі слайдта біз сигма және пи байланыстардың беріктігін салыстырамыз. Коваленттік байланыс ядролар арасындағы кеңістікте орналасатын электрондық тығыздық. Сигма байланысқа қарағанда пи байланысында электрон тығыздығы ядро аралық осьте шоғырланбайды, яғни суреттен көріп тұрғандай, пи байланысында ядро арасында электрондығы өте төмен, ал сигма байланыс ядро аралық түзуде жататындықтан ядролар арасында электрон тығыздығы өте жоғары болады. Нәтижесінде пи байланыстар әдетте сигма байланысқа қарағанда әлсіз болады. Пи байланысты сигма байланысқа қарағанда жеңіл үзуге болады. Келесі слайдта біздер дара, қос және үштік байланыстармен танысамыз. Неғұрлым атомдарды байланыстыратын электрон саны көп болса, байланыстың еселігі артқан сайын соғұрлым байланыс берік болады. Сутек молекуласы екі электрондардың бұлттарының бүркесуі нәтижесінде түзіледі. Сигма байланыстың түзілуін біздер көріп тұрмыз. Оттек молекуласы төрт электрондар бұлттарының бүркесуі нәтижесінде пайда болады. Мұнда бір сигма және бір пи байланыс түзіледі. Ал азот молекуласын қарасақ, азот атомдар арасында үш ковалентті полюссіз байланыстар түзіледі. Бұл байланыстар 6 валентті электрондардың бұлттардың бүркесуі нәтижесінде пайда болады. Нәтижесінде бір сигма және 2 пи байланыс түзіледі. Қосымша пи байланыстар атомдардың арасындағы орбитальдардың бүркесуін ұлғайтып, байланыстың беріктігін қамтамасыз ететіндіктен, бұл қатарда байланыс беріктігі солдан оңға қарай өседі. Сонымен бұл видеода біздер сутек, оттек, азот молекулаларының коваленттік байланыстың түзілу механизмдерімен таныстық. Коваленттік байланыс ядролар арасындағы кеңістікте орналасатын электрондық тығыздық. Валенттік электрон бұлттарының бүркесу тәсілі бойынша біздер коваленттік байланысты сигма және пи байланысқа бөлдік. Және сигма, пи, дара, қос, үштік байланыстардың беріктігін салыстырдық. Сұрақтарыңыз комментарийға жазыңыз. Бұл видео ұнаса, лайк батырмасын басып, біздің каналымызға жазылыңыз. Рахмет.